Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі күнгі көңіл күйлеріңіз қандай? Жақсы. Олай болса, біз сіздермен бүгінгі қашықтан оқытатын сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, қазір мәтін оқылады. Жақсылап тыңдаймыз. Мәтін не туралы және қандай сан есім түрлері кездеседі? Зер салып тыңдаймыз. Қалам алуан түрлі формада болатын, әрі ұдайы өзгеріп отыратын, кеңістік пен уақыт бойынша шеті де, шегі де жоқ бүкіл дүние. Қаламды зерттеумен тікелей шұғылданатын ғылым астрономия. Ал барлық ғылым білімге негізделген. Ғалам жөніндегі пайымдаулар космологияның мәселесі болып есептеледі. Ғалам туралы ұғымның дамуы бірнеше кезеңге бөлінеді. Ғаламның шексіздігі туралы алғашқы пікір ежелгі дәуірдегі грек ғалымы Гераклиттің біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырларда еңбектерінде кездеседі. Ол ғалам мәңгілік, аспан денелерін құрайтын материя жаңадан жасалмайды және жойылмайды деп тұжырымдаған. Гераклиттің көзқарасын Демокрит, Эпикур және Лукрецкий одан әрі дамытқан. Одан кейінгі дәуірлерде жердің шар тәрізді екенін және аспан шырақтарының бір-бірінен алшақтығын анықтауға байланысты зерттеулер Пифагор, Аристотель, Эратосфен жүргізген. Жердің шар тәрізділігі туралы түсінікке сүйеніп, грек философы Филолай біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда және грек астрономы Аристарх Самоский біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырлар шамасында жердің қозғалатындығы жөнінде жорамал жасаған. Коперниктің аспан сферасының айналасы туралы атты кітабы космогонияда ғылыми зерттеуге жол ашты. Жерді аспан денелерінің бірі деп санаған Коперниктің пікірін Бруно одан ары дамытып, жұлдыздар әлемі шексіз деген тұжырымға келді. Тыңдап болсақ, балалар, мәтін не туралы айтылған және сан есімнің қандай мағыналық түрлері кездеседі? Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ? Тамаша. Олай болса, балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ғаламның ғажайып сандары. Мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Тілдік бағдар сан есімдердің мағыналық түрлерін ажырату, сан есімді зат есім орнына қолдана білу. Бағалау критерийлері оқылым стратегияларын қолдана отырып, жалпы мазмұнды түсініп оқиды, нақты ақпаратты тауып оқиды. Сан есімдердің мағыналық түрлерін ажыратады, сан есімді зат есім орнына қолдана біледі. Оқушылар, біздер қазақ тілінде 9 сөз табы бар екенін білеміз, солай ма? Зат есім, сын есім және сан есіммен таныс болдық. Енді бүгін біз сан есімнің мағыналық түрлерімен таныс боламыз. Оқушылар, сан есім мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім, сұрағы қанша, неше? Мысалы 3, 15. Реттік сан есім, нешінші? Мысалы 7-ші. Жинақтық сан есімнің сұрағы нешеу, қаншау? Мысалы 3, 7. Топтау сан есім нешеден, қаншадан? Мысалы 5-5-тен, 4-тен. Болжалдық сан есімнің сұрағы қанша, неше, қаншадан? Мысалға, мыңдаған, 10 шақты, 10-15. Ал бөлшектік сан есімнің сұрағы қанша, қаншасы? 2-ден 1, 3,1. Жақсы балалар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. Кітабымызды алып, 157 бетін ашамыз. Оқылым дағдысы бойынша 6-шы тапсырма. Мәтінді оқимыз, жалпы мазмұнын түсініп оқимыз, нақты ақпаратты табамыз. Ал кәнекей оқушылар, тапсырманы орындаймыз. Балалар, сіздердің қаншалықты орындағандығы туралы мен көрмей отырмын. Сондықтан сіздер орындаған тапсырмаларыңызды менің WhatsApp желісіме
салып жіберіңіздер. Жақсы. Бағалау терезесі бойынша кері байланыс береміз. Маған бәрі түсінікті. Менде сұрақтар пайда болды. Мен есте сақтадым. Мен түсінбедім. Жақсы балалар. Тамаша. Келесі тапсырма. Яғни оқылым дағдысы бойынша 6-шы тапсырмадан алынған сан есімдер бұл жерде берілген. Яғни мынадай тапсырма. Мәтіннен алынған сан есімдерге сұрақ қойып, мағыналық түрлерін ажыратыңыздар. Берілген сан есімдер 6000, 200 миллиардтай, 150 миллион километр, 300 мың, 8, 12-15 миллиард. Дескриптор. Сан есімдерге сұрақ қояды, мағыналық түрлерін ажыратады. Тапсырманы орындаймыз. Жарайды балалар. Орындап болсақ, дескриптор арқылы кері байланыс береміз. Керемет, тамаша. Енді оқушылар 3-ші тапсырмаға көшеміз. Жазылым дағдысы бойынша. Оқулығымызды алып, 158-ші беттегі 10-ші тапсырманы қараймыз. Берілген тапсырма, сан есімнің мағыналық түрлерін берілген сөйлемдермен сәйкестендіріңіз. Дескриптор. Сан есімнің мағыналық түрлерін ажыратады, берілген сөйлемдермен сәйкестендіреді. Тапсырманы орындап болсақ, оқушылар дұрыс-бұрыстығын тексереміз. Реттік сан есім біз 3-ші қабатта тұрамыз. Болжалдық сан есім. Көрмеге жан-жақтан 100-деген адам келді. Жинақтық сан есім. Сендер 4-еусіңдер. Есептік сан есім. Жаңа оқу жылында кітапханашы мектепке 3000 оқулыға келді. Бөлшектік сан есім. Есептің жауабы 2,3. Топтау сан есім. Бір қатарға 10-10 тізіле қалды. Оқушылар кері байланысты дескриптор арқылы береміз. Жақсы балалар. Тамаша. Енді мен сіздерді жапондық бағалау әдісі бойынша бағалайын. Яғни бүгінгі сабаққа белсенділік танытқан оқушы. О, тамаша, керемет. Ойлану керек. Кейбір оқушыларға ойыңды толықтырыңыз. Енді біреулерінің жауабына жарайды, дұрысымен келісемін. Сізге менің қоятын ұсынысым бар. Оқушылар, енді рефлексиялық нысана бағалау әдісі бойынша өзімізді бағалайықшы, бүгінгі сабаққа қаншалықты қатысқандығымыз туралы ақпарат бере отырып. Рефлексиялық нысана 4 бағанға бөлінген. Белсенді қатыстым, қызықты болды, жаңаны білдім, түсінікті болды. Оның тағы бір ерекшелігі, балалар, көріп отырмыз ба? 2, 3, 4, 5 балдық жүйе берілген. Осы балдық жүйемен өзімізді бағалаймыз. Үйге тапсырмаламыз балалар, кәнекей. Күнделігімізді ашып жазамыз. Ғажайып сандар құпиясы. Тақырыбында эссе жазыңыздар. Эссеге қойылатын талаптар: сөз саны 170-200 сөз болу керек. Тілі көркем, ой жүйелі болсын. Сан есімнің барлық мағыналық түрлерін қолданыңыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.